Қош келдіңіздер менің арнама. Арнайы сіздер үшін бүгін қыздарға қандай жұмыстар бар Америка құрама штаттарына. Не только қыздар, әйел адамдар сияқты студент қыздарға арналған видео деп ойлаймын. Барымша айтқым келеді қандай жұмыстар бар. Көбінесе сұрақтар болады, қыздарға қандай жұмыс бар, барса қандай жұмыс жасай аламыз, подругаларымызбен барайық деп едік деген сияқты көптеген сұрақтар келіп түсіп жатыр. Рахмет барлықтарыңызға, сұрақтарды қойып жатқандарыңызға, барлықтарыңызға міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Жалпы Америка құрама штатында жұмыс жеткілікті. Егерде былай біздің жақтың ойымен ойлап қарайтын болсақ, жұмыс жеткілікті. Жұмыс қазір уақытта Америка дүние жүзіндегі ең ауқатты, ең бай мемлекет десек те қателеспейтін болармыз. Өйткені мына жақта доллар жүреді, и қанша доллар зарабатывать етсең, бәрі өзіңе пайда болады. Жұмыстан доллар аласың, и долларды сен Қазақстанға апаратын болсаң, сен ұтылмайсың ешқашанда. Хоть $1000 мына жақта зарабатывать етіп Қазақстанға баратын болсаң, более-менее где-то 300 000, 400 000 или 500 000 ақша болады. Ал Америкада $1000 табу бір айдың ішінде менің ойымша өте оңай табуға болады. Жалпы енді қыздарға жұмыс, жалпы Америкада қыз ер деп ондай бөлінеді, бірақ ондай алып бара жатқандай бөлінбейді. Қызда ұл бала қандай жұмыс жасайды, қыз балада тура сондай жұмыс жасай алады. Мысалы, трак айдай алады, таксовать ете алады, или там айтишник бола алады, программист бола алады деген сияқты көптеген мамандықтар бар. Ер ұл бала қандай жұмыс жасайды, қыздарды да почти сондай жұмыс жасайды деп ойлаймын. Там бір-екі жұмыс болады шығар, даже военныйда қыздар көп. Сондықтан жалпы айта кетейін, енді біздің жақпен салыстырғанда, біздің жақтың адамдарына жұмыс көбінесе енді санап кетейін. Ең бірінші, негізі ағылшын білмейтін болсаңыз, өте қиындау. Негізі ағылшын білмейтіндер көбінесе сфера услуга дейді ғой, сол айналаға баруға болады. Ресторан, гостиница деген сияқты. Ресторанда, мысалы ресторанда повар болуға болады. Ондай ол жерде тілдің қажеті керек емес, дайын тамақтар или дайын салаттарды жасап бересің. Екінші официант болуға болады. Официант тоже кішкене тілде білсең, тоже жақсы ақша табуға болады қыздарға. Гостиницада уборка істеу, гостиницаның комнатын жинау, анау-мынау ауыстырып сүрту деген сияқты. Содан кейін тағы қандай жұмыстар бар? Нянка, бала күтуші өте қажет. Америкада бала күтуші. Өйткені мына жақта садик, детский садик где-то айына $1000 тұрады примерно. Аптасына $200-250 тұрады. Кейбір адамдар нянка жалдайды, аптасына 3-4 рет барып қарап кетесің, где-то $150-200 аласың күніне. Сосын ары қарай қандай жұмыстар бар? Ары қарай егерде сізде жақсы документтер болатын болса, таксовать етуге болады, трак драйвер болуға болады, педикюр, маникюр, шугаринки, мугаринки, короче, любой жұмыс жасауға болады. Русский язычныйлардың арасында вообще жалпы біздің Америкада русский язычный, біздің жақтың адамдары, СНГ, где-то 3 миллиондай адам тұрады Америкада. Ол өте көп. 3 миллион деген, даже Алматыдан, Астанадан үлкен сияқты. Сондықтан қиналмай келуге болады. Мына жақта қыздарға ешкім тиіспейді, алып бара жатқандай жүгіріп беріп, атыңыз кім, танысуға болады ма деген сияқты, ондай тиісу деген өте жоқ. Өйткені мына жақтарда личный пространство дейді ғой, соны өте қатты бағалайды, сондықтан көп адам тиісе бермейді. Сол жалпы негізі қорықпай келіп көрсеңіздер болады. Ондай Америка дүние жүзіндегі бірінші орында тұрған қала деп ойлаймын, иммиграция жағынан, осылай жан-жақтан келген адамдардың. Соның ішінде Нью-Йорк қаласы бірінші орында. Ондай қала еш жерде жоқ. Шетелден келіп, Америкаға келіп, документ жасап, гражданство алып, жұмыс жасап, осы жақта көтерілетін возможность тек қана Америка деп ойлаймын. Тағы да бір-екі елдер бар шығар, бірақ мен білмейді екенмін. Қазіргі уақытта мен Америка туралы айтып жатырмын. Америка құрама штаты, сол жалпы. Жалпы қорықпаңыздар, келіңіздер, көріңіздер. Келіп бір ай, 2 ай, 3 ай көріп, аралап, қыдырып, жұмыс
тапсаңыздар жұмысқа орналасу, жұмыс жоқ болатын болса, егер ұнамайтын болса, кері қайту ешкім ұстамайды Америкада. Сен болды Америкаға келдің деп сен жібермейміз сені Америкада, болды қаласың деген ондай вообще жоқ. Сондықтан келіп көруге болады, ода тұрған ештеңе жоқ. Қанша ақша қажет қыздар әр адамға әр қалай. Мен айтайын енді, примерно орташа есеппен $1500–2000 Америкада болатын болса, бастапқы кезге менің ойымша ары қарай өздеріңізге байланысты, ойлау қабілетіңіз, адамдармен сөйлесу соған байланысты деп ойлаймын. Сол жалпы қысқаша айтып кеткім келді. Енді тағы да қандай сұрақтарыңыз бар, комментарий қалдырып, ұнап жатса лайк басып, каналыма жазылып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Рахмет, көп-көп сіздермен болған. Асхат, сау болыңыз.